Бүгін халықаралық театр күні. Дүниежүзілік театр күнімен шын жүректен құттықтаймын. Спектакльде Айтолқын Жарылқапова және Жанкелді Мырзалиев басты рөлде сомдап шықты. Сәлеметсіздер ме көрермендер, менің есімім Сайпидина Айша Сәкенқызы. Бүгін мен сіздермен менің сүйікті актерім тақырыбында сұхбат жүргізетін боламын. Менің сүйікті актерім ол менің анам Жарылқапова Айтолқын Қайратқызы. Сұхбатымызға қош келдіңіз. Рахмет, Айша, қош көрдік. Сіздің актерлық карьераңыз, өнер жолыңыз неден басталды? Менің алғашқы өнер жолына қадам басуым Түркістан облысы Келес ауданы Қызыласкер ауылындағы мәдениет үйінен басталды. Ол мәдениет үйінде мен бір жылға жуық жұмыс жасадым, және де ауданымыздағы Келес ауданындағы түрлі іс-шараларға, байқауларға қатысып жүрдім, және де түрлі жүлделі орындарға ие болдым. Және де бала күнгі менің арманым театр актері болу болды. Және Келес ауданында мәдениет үйінде Келес халық театры жұмыс жасады. Мені сонда жұмысқа шақырды, мен жұмысқа орналастым, және де сонда түрлі қойылымдарда мен рөл сомдап бастадым. Жақсы, ал театрда жұмыс жасаңызға қанша уақыт болды? Мен театрда 5 жылдай жұмыс жасадым. Спектакльді қойылымдардың әсерлі болуы актерге ғана байланысты ма? Жоқ, менің жеке пікірім, ол тек қана актерға ғана байланысты деп ойламаймын. Қаншама көрермендердің алдында актер өзінің ішкі жан дүниесімен түрлі сахналық қойылымдарда рөл сомдайды. Ол рөл сомдаған кезінде халықтың жүрегіне жеткізіп беру үшін мен ойлаймын, актердің ғана еңбегі керек деп айта алмаймын. Өйткені бір қойылымды қою үшін сахнадан тыс қаншама адамдар, әріптестеріміз жұмыс жасайды. Музыка жағынан және декорация деп айтады ғой, сол жағынан, және де жарық, түрлі өте көптеген қиыншылықтармен жарты сағаттық немесе 1 сағаттық 45 минуттық қойылымдарда сахнада 4-5 адам ғана рөл сомдайтын болса, ал сахна сыртында 10 шақты, қажет болса 15 шақты адамдар жұмыс жасап, бірге сол қойылымның өте сәтті шығуына атсалысады. Ал актер үшін қиынға соғатын рөл бола ма? Әрине, актер үшін сахнаға шыққан кезінде қаншама ел жұрт, көрермендер қарап отырады. Сын көзбен қарап отырады, оқиға желісін түсіну бойынша қарап отырады. Сол себепті ол жер барлығы 45 минут 1 сағаттық қойылым бола ма, оны актер өзінің шын жүрегімен, ішкі жан дүниесімен толық жанды дауыста сол өзіне жүктелген рөлді сомдап шығады. Сондықтан да ол оңай деп мен айта алмаймын. Жылау керек болса жылайды, күлу керек болса күледі, ұрсатын жері болса ұрсады. Әр кейіпкердің өзіне қарай өзінің жұмысын тиянақты атқару үшін әрине ол өте қиын. Жақсы, ең үлкен арманыңыз қандай? Менің алға қойған мақсаттарым және бала күнгі менің арманым ол театр саласында актер болу еді. Аллаға шүкір, ол армандарым орындалды, және де менің алға қойған мақсатым және арманым деп айта аламын. Осындай аудандарда, ауылды жерлерде халық театрын ашу, кішкентай жасөспірім балаларға және ересек адамдарға түрлі оқиға желісімен сценарийлер жазып, сол қойылымдарды халыққа көрсете білу, өзімнің жеке атымнан болсын, немесе елдің қолдауының арқасында болсын, жеке халық театрын ашып, сонда жұмыс жасау, және де өнерге қызығып келе жатқан кішкентай бүлдіршіндерге актерлық шеберлігін әрі қарай шыңдап, олармен жұмыс жасау, және түрлі дүниелерді көрермендерге сахнаға алып шығу. Өте жақсы. Бізге оқушыларға айтар ақыл кеңесіңіз?
мен оқушыларға айтатын ақыл кеңесім, бірінші өнер жолына қадам басқан әрбір балалар, оларға дарынды, қабілетті бірінші Аллах тағала береді. Бойында егер де өнерге қызығушылығы болса, әншілікке немесе актерлыққа өздерінің бойында қандай да бір қабілеттері болатын болса, соған қарай әрекет жасап, сол армандарын орындауға мектепте және жоғары оқу орындарында түрлі іс-шараларға қатысып, өздерінің таланттарын көрсетсе деймін. Және де бір айтқым келеді менің, осы жасқа, осы уақытқа дейін келіп менің түсінгенім, қаншама жоғары оқу орындарында оқып, театр саласында және кино саласында жұмыс жасаған актерларды да білемін. Ең бастысы, айтады ғой, қазақта тума талант деп, адамның бойында тума талант болса, оған мен ойлаймын, ешқандай да бір оқудың қажеті жоқ деп. Әрине білім керек, бірақ дегенмен де өзінің ішкі жан дүниесінде адамның сол өнер жолына деген қызығушылығы болатын болса, ол міндетті түрде жан тәнімен сол армандарын орындайды. Менің айтып кететінім, Қайратқызы, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Көрермендермен сіздермен әлі қоштаспаймыз. Сау сәлеметте болыңыздар.